Сәлем достар, сіздермен бірге мен Райка Токабока. Бүгін менде жаңа сериал, яғни бұл сериалдың аты көріп тұрғандарыңыздай жаңа сериал, киноның аты бізде кейде өмір деп аталады. Сосын достар, ауылдық келіннің 4-ші сериясында менің досым байқамай бір нәрсені бас жібердім. Содан кейін бір өзгеріп кетті, бір қыздың дауысы Қытай ма бірдеңе. Сонда өзгеріп кетті, оған ренжімеңіздер. Бізде 4 кейіпкер болады. Бірінші әкесінің аты ол арақ ішеді, сондай адам. Аты Ержан болсын. Ал анасының аты Цвета, үлкен қызының аты Аружан, үшінші қызының аты Арунас. Ал кеттік. Ал қыздарым, келіңдер, отырыңдар, ас болсын. Бір күнде жұмыртқа, тағы да жұмыртқа ма? Жұмыртқадан басқа дым-тамақ жоқ па не үйде? Алдыңа бергенде жеңсеңші, ертең ол саған да зар болып қалма. Жарайды. Анашым, айтпақшы, бүгін менде Аярудың туған күні, сондықтан маған ақша бере тұрыңызшы. Қандай ақша? Кәдімгі, яғни 3.000, 5.000 теңге сияқты. Қызым, ал 5.000 тым көп қой, 5.000 түгілі менде 5 теңге де жоқ. Енді менен аяйсыздар ма? Ол жақта үлкендерден кім болады? Ешкім. Тек құрбыларымыз ғана болады. Жоқ, қызым, сен жібере алмаймын. Ол жақта мас адамдар, түрлі адамдар болады ғой. Сондықтан мен сені жібере алмаймын. Бір өмір осындайсыздар ғой, мүлде жібермейсіздер. Қойыңыздаршы. Анашым, оған енді ренжімеңіз. Қызым айтқан мүлде ондай алмаймын осы. Ренжімеңіз, мінез сондай ит мінез. Менің даярлығымды кешіктіріп беріп жатыр. Қызым, біреу келген секілді барып қарап көрші. Жарайды. Саламатсыз ба? Не болды? Үйдің жалақысына кеп тұр едім. Тез беріңдерші. Қазір менде ақша жоқ, болмай тұр. Тағы да ақша жоқ па? Алдында айтып едіңдер ғой, ақша жоқ деп. Алдында айдың тек. Жарты ақшасын ғана берейінсіңдер. Енді қазір соны қосып әкеп тұрмын. Қандай жақсылықты түсінбейтін адамсыңдар өздерін. Тез беріңдер, сендер өмір кешіктіріп бересіңдер. Енді мен жұмысымнан да айлығымды кешіктіріп беріп жатыр. Өмір айдың соңында береді. Айдың соңында береді. Бермесіңдер, себетті өшіріп тастаймын. Даже суды да дұрыс ақпайтындай қылып, жасыл су қылып тастаймын. Тез беріңдер ақшаны. Бізде азғандай 45.000 теңге бар еді. Енді соны берсейші. Қазір әкеп беремін. Тоқтай тұрыңыз. Міне, ақшасын алыңыз. Осы жолы ғана жартысын ғана беріп тұрсыңдар, енді жартысын мүлде бер алмайды екен. Түсіндіңдер ма? Сатып алу үшін 32 миллион. Жарайды. Мам, квартираларды қатты қымбаттап жатыр ғой. Қызым, айтпа, бара бер, мен жақты жинайын. Қазір әкең келіп қалса. Маған не ашпай жатыр? Ашсаңдаршы, ашшы. Партиз, тығыл. Қазір. Сен қуасың ба? Неге мама өйтіп білесің, ауыр? Мамаң ол жағдай болмай жүрсе. Енді ол ғой? Не ол? Онда ақша жоқ. Түсіндің бе? Сен мазасын алма. Мен мазасын алып жатқан жоқпын. Жай ақша сұрап жатырмын. Өзім ақ беремін ақшаны, сол ақшаны. Жарайды. Сосын сен мама қарса берме. Енді ол да маған ақша жоқ деп емлесін. Жабуысында.
Так, ертең мен студентке барамын, сондықтан сабағымды оқып тастайын. Маған тамақ қайда? Қазір бірдеңе қуырып бере беремін. Бош тез. Менің қыздарым қайда? Менің шарым болмасын. Болшы тамағыңды қыздарға тиіспе. Мен қойып қойсайшы. Анаң біреу ішема сенің. Біраз болсын демейсіңдер ғой. Ішіш бол тез. Міне шайыңды ал. Қыздар, не істеп жатырсыңдар? Мен кітап оқып отырмын. Мен де университетке бір кішкентай қарап отқанмын сабағымды оқып. Жарайды. Папа қайда? Ол тамақ ішіп жатыр. Үндемеңдер, жарайды ма? Ол қазір ашуланады. Осыны ашуланып тағы кетіп қалса, тағы ішіп кетеді. Жарай ма, қыздар? Жарайды, анашым. Жақсы онда. Жарайды. Айтпақшы қыздар, менде азғандай 500 теңге бар еді. Киініп, барып, бірдеңе алып қатсыңдаршы. Жарайды онда, наны қойып қояйын. Жарайды онда. Қазір ақ берейін ақшаны. Так, мен негемін. Одан наны киіп кетейін. Ал мен наны киемін. Ой. Онда күшке маманы күте тұрайық. Жарайды. Не, қыздар ақшаларын ала ғой. Дайынсыңдар ма? Анашым, біз дайынбыз. Айтпақшы, мама ренжімен жаңағы сөзім үшін. Маған әкем беретін болды стипендиясынан. Жарайды онда. Барып келіңдер енді бірдеңе алып өздеріңе қалаған заттарыңды. Егер жетпей жатса, қарызға жазып қой деп айттыңдар, жарайды ма? Жарайды, анашым.